Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 27-ші сабақты өтеміз. Тақырып өзіңді тексер. Бірінші тапсырма. 2-ге, 5-ге және 10-ға бөлінгіштік белгілерін білемін. 3 саннан таңдап алып диаграмманы толтыр дейді. Алдымен бірінші диаграммаға 2-ге бөлінетін сандарды, келесі 5-ге бөлінетін сандарды және мына ортада қиылысқан дөңгелекке 2-ге де 5-ге де бөлінетін сандарды жазуға тиіспіз. Кітаптағыдай етіп дөңгелекшені сызып аламыз. Бұл Эйлер-Вен диаграммасы деп аталады. Мінекей, бірінші дөңгелек 2-ге бөлінетін сандар 4, 8, 14, 16, 12, 6. Енді 5-ге бөлінетін сандар 55, 5, 25, 15, 45. Ал ортаңғысына, яғни қиылысқан жеріне 2-ге де 5-ге де бөлінетін сандарды жазуға тиіспіз. Ол 10, 20 және 30 сандары. Есеп шықты, енді келесі тапсырмаға көшейік. Бөлінгіштік белгілерін қолданамын, бөлуді орындаймын. 2-ге де 5-ге де бөлінетін сандарды таңда, жазбаша есептей отырып дұрыстығын тексер дейді. Бірінші сандалайық 25148. 2-ге бөліну үшін біздің санымыз жұп болу керек, ал 5-ге бөліну үшін санымыз 5-ге еселі болу қажет. 25148 саны 2-ге бөлінеді, 5-ге бөлінбейді, себебі 5-ге еселі сан емес. 2345 саны 5-ге бөлінеді, 2-ге бөлінбейді. Келесі 265320. Бұл 2-ге де 5-ге де бөлінеді, қазір тексеріп көреміз. Келесі 48360. 2-ге де 5-ге де бөлінеді, мына санымыз 2-ге бөлінеді, 5-ге бөлінбейді. Мінекей, бірінші санымыз 265320. Оны 2-ге бөлеміз 132660. Оны 5-ге бөлсек 53064, яғни 2-ге де 5-ге де бөлініп тұр. Келесі санымыз 48360 саны 2-ге бөлінеді, 24180 шығады. 5-ге бөлсек 9672 шығады. Келесі тапсырмаға көшейік. Жиындар арасындағы қатынасқа талдау жасай аламын. Тең жиындарды тап. Кітапта берілген жиындарды дәптерімізге жазып аламыз, ал енді тең жиындарды қарап көрейік. Бірінші, терек, Т-Е-Р-Е-К деген элементтер бар. Жиындарды іздейміз, ондай жиын бізде жоқ екен. Келесі 25, 42, 15 және 210. Мұнда қараймыз, 42 бар. 15-іміз бар, 210 бар және 25. Демек, М және де С жиыны бір-біріне тең болады. Оны жазып қоямыз. Келесі, Д жиыны С-Е-Р-Е-К жиындарынан тұрады. Д жиыны келесі дәл осындай жиын бізде К-да бар. Мінекей, К-Е-Р-Е-С. Сонда Д және де К жиыны бірге тең деп аламыз. Басқа жиындар бізде тең емес. Келесі тапсырмаға көшейік. Мен кесте бойынша өрнектер құрастыра аламын және олардың мәнін табамын дейді. Мұнда өрнектердің мәні тап делінген. А-ның мәні 248964-ге тең, Б-ның мәні 2-ге тең. Енді А мен Б-ның көбейтіндісін табамыз мына жерге, және А мен Б-ның бөліндісін жазамыз. Келесі А-ның мәні 58125, мұнда 5-ге тең Б-ның мәні. Ал есепті шығарайық. Кестен дәптерімізге сызып аламыз. Енді А көбейтілген Б дейді. 248964-ті 2-ге көбейтеміз, сонда 497928 шығады. А-ны Б-ға бөлделінген. 248964-ті 2-ге бөлеміз, сонда 124482 шығады. Келесі А-ның мәні 58125, Б-ның мәні 5-ге тең. А-ны Б-ға көбейтсек 290625 болады. А-ны Б-ға бөлсек 11625 шықты. Кестеміз бітті. Енді келесі тапсырманы көшейік. Мен көп таңбалы сандармен берілген есептеулердің дұрыстығын тексере аламын бөлім. Енді есептеуді тексер дейді. Алдымен балалар жақшаның іші орындалады, бірінші, және оны 9-ға бөліп аламыз. Келесі мына жақшаның іші орындалады, және оны 5-ге көбейтеміз, және шыққан мәндерді қосамыз. Мінекей 10283-ке қосамыз 16789-ды. 27072. Оны 9-ға бөлеміз 3008.
Келесі мына жақшаның ішіндегін орындаймыз. Екеуін қоссақ 122.180, оны 5-ке көбейтеміз, 610.900. Енді осы санмен 3008-ді қосамыз, сонда 613.908. Демек, мұндағы кітапта берілген жауап қате. Есептің жауабы 613.908. Есебіміз шықты. Барлық 5 есеп шықты. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар балалар.